Сәлеметсіздер ме, құрметті футбол көрер қауым. Бүгін міне біздің Әли ауылының оқушылары Алматы қаласында футболдан кездесу өткізіп жатыр. Намат командасы мен Әли Юниорс командасы кездесу өтіп жатыр. Мына жерде ойыншылар ауысты, допты Әли командасы қосып жатыр. Мағжан міне екі ойыншыны алдап өтіп, Ғаратаға доп теуіпті. Құдайберген мына жерде допты қаттырақ баспен ұрғанда қарсыласының қақпасына доп кіретін еді. Өкінішті ақ екі команда ойындары тең өтіп жатыр. Өте жақсы. Міне Намат командасының шабуылы өте жақсы. Екі жақ ойыншылары жақсы ойын көрсетіп жатыр. Мына жерде қарсылас командасының ойыншысы жығылып қалды. Жасұлан міне допты қарсыластан алдап өтіп, қақпаға теуіпті. Қарсылас командасы тоқтатып шабуылға шығып жатыр. Қақпашы жақсы. Әли командасының қақпашысы жақсы барады. Қақпада тұр. Допты ұстап алды. Мына жерде Жандос бұрыштама доқсол сәл болғанда гол кіріп кететін еді. Амал жоқ, тура болмай қалды. Қарсылас команда қақпаға доп соғып, қақпашының мықтылығынан доп ұстап қалды. Міне, бұл жерде Құдайберген жығылып, қайтадан айып-добын соғып жатыр. Қақпаға біздің кім? Құдайберген тағы да Ғаратаға қақпаны көзге алып теуіп, қақпашы Намат командасының қақпашысы ұстап қалды. Намат командасы шабуылға шықты. Мына жерде Намат командасының ойыншылары бұрыннан ойнап жүрген әрі дене бітімдері мықты команда гол соғып кетті. Намат командасы бір гол соғып кетті. Енді мына жерде ортадан басталды. Әлибек центрден бір гол салды. Есеп 1-1. Әли командасы есепті теңестірді. Әли Юниорс командасы негізі осы ақпан айынан бастап құрылған. 6-шы, 7-шы, 8-шы, 9-шы сыныптар арасында. Ол команданың атқарушы директоры или президенті болып 11-шы сынып оқушысы Жанел Талғатқызы атқарушы міндетін атқарады. Команданың жаттықтырушысы осы 22-ші орта мектептің ағылшын тілінің мұғалімі Рустам ағайымыз жаттықтырады команданы. Содан бері міне Алматы қаласының біріншілігінде ойнап келе жатыр. Балалардың ойыны өте жақсы. Команда ақырын жақсы футбол ойын көрсетіп, бірде жеңіп, бірде жеңіліп келе жатыр. Енді келешекте жүлделі орындарға таласады деп сенеміз. Әли Юниорс командасының құрамына тоқтала кететін болсақ, капитан командасы Димаш, 9-шы сынып оқушысы, ойыншылары Ерасыл, Сұлтан, Ағын, Жасұлан, Біржан, Жолдас, Жандос, 8-шы сынып оқушылары Құдайберген, Мұстафа, Мағжан, 7-шы сынып оқушылары Нұрқуат, 6-шы сынып оқушысы Темірлан және қақпашы Әлибек.